Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мынандай дәмді нан пісіреміз. Ыдысқа жылы су құямыз. Оған қант саламыз. Араластырамыз. Енді бұған свежий дрожжи саламыз. Кезек болса, ұндақтап, крошкалап салыңыз. Саламызды 20 минутқа қалдырамыз, араластырмаймыз. 20 минут өткен соң, дрожжимызды араластырамыз. Енді оған тұз саламыз. Және өсімдік майын қоямыз. Онда иледік. Енді ортасына мынандай шұңқыр жасаймыз да, дрожжимызды құямыз. Енді нан илейміз. Нан қолға жабыспайды. Нанды енді ары қарата столдың үстінде 10 минут басамыз, 10 минут илейміз. Нанды 10 минут иледік. Енді мына ыдысқа кішкене май құямыз. Майлаймыз. Енді оған тестаны салып қоямыз. Бетіне щипая пленка жабамыз. Енді жылы жерге 2 сағатқа көтерілу үшін қойып қоямыз. Сонымен 2 сағат уақыт өтті. Нанымыз міне көтерілді. Енді нанды ақырындап былай ішіне жинаймыз. Былайынан аударамыз. Одан кейін былай кішкене домалатамыз. Формамызды майлаймыз. Нанды формаға жайғастырдық, орналастырдық. Енді бетін пленкамен жауып, қайтадан 1,5 сағат жылы жерге қоямыз. Нан көтерілу керек. Сонымен нан 1,5 сағат тұрды, көтерілді. Бірақ мен формамнан асып кететін сияқты, сондықтан мен оны басқа формаға ауыстырайын деп тұрмын. Мен бір жұмыртқаны аламын. Оған аздап тұз себеймін. Және вилкамен араластырамын. Нанның бетіне пісірер кезде жұмыртқа жағуға болады, немесе жай ғана суда жағуға болады. Нанның бетіне кунжут немесе мақ себуге болады. Екеуін де қосып себуге болады. Енді 190 градуса 35-40 минут пісіреміз. Нан пісті. Нанды суытып қоямыз. Мынандай жұмсақ нан шығады. Қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.